Қазіргі заманда көпшілігіміздің өміріміз қарбаласқа толы. Арқа, мойын, бел ауырады, аяқ қолымыз шаршайды. Бірақ бәріміздің емханаға немесе массажға жиі баруға уақытымыз бола бермейді. Келісесіздер ме? Осындай кезде үй жағдайында қолдануға болатын біздің BEM Magic for Herb массажері, биологический энергетический массажер деп айтады. Бұл жай ғана массажер емес, ол дәстүрді Қытай медицинасының тәжірибесінің заманауи технологиялармен біріктірілген көп функциялы құрал. Бір құрылғының ішінде 4 түрлі әсер бар: импульстік массаж, лазерлік терапия, вакуумдық массаж және термиялық қыздыру. Импульстік режим бұл бұлшық еттерімізді босаңсытып, қан айналымын жақсартуға, шаршауды азайтуға көмектеседі. Көп адамдар ұзақ отырғаннан немесе ауыр жұмыс істегеннен кейін дәл осы режимді пайдаланады. Вакуумдық массаж қан айналымын белсендіруге, бұлшық еттерді босаңсытуға және дене күтімінде қолдануға мүмкіндік береді. Ал термиялық қыздыру денені жылытып, жайлылық сыйлайды. Тағы бір ерекшелігі, бұл 650 нанометрдан төмен қарқынды лазер. Ол мұрын, құлақ және тамақ аймағына арналған және сол аймақтан қан айналымын жақсартуға бағытталған. Әрине, массажермен бірге 2 арнайы крем берілген. Біріншісі бұл массаж кремі. Оның құрамында табиғи өсімдік сығындылары, дәрумені және теріні ылғалдандыратын компоненттер бар. Ол теріні жұмсартып, массаждың әсерін күшейтеді. Ал екіншісі бұл энергетикалық крем. Ол терінің жағдайын жақсартып, микроциркуляцияны қолдауға арналған. Әрине, кез келген құрал сияқты бұл массажердің да қарсы көрсетілімдері бар. Сондықтан да дене қысуы жоғары болған кезде қолдануға болмайды, жүктілік кезінде қолдануға болмайды, кардиостимулятор бар адамдарға немесе қатты ауырып тұрған адамдарға қолдануға болмайды. Менің ойымша, ең үлкен артықшылық бұл денсаулығының мықты болуы, денсаулыққа күтіммен қарау. Бір құрылғының ішінде бірнеше түрлі массаж әдістерінің болуы уақытты да, қаражатты да үнемдейді. Көмектеседі бізге денсаулығымызды жақсартуға. Денсаулық зор байлық. Сондықтан да оған бүгіннен өз денсаулықтарыңызға көңіл бөліңіздер. Рахмет. Өзімнің бұл BEM массажерін қолданғандағы сезіммен бөліскім келеді сіздермен. Менің нағашым үйіне қонаққа шақырып бізді моншаға түстік отбасымызбен. Сонда қатты ыстық болып, ол кісілер жер үйде тұрады, мен сыртқа шығып кеттім. Сыртқа тез шығып кеткеннен менің арқамды суық тиді. Айтады ғой орысша айтқанда продуло деп. Сол арқам кернеп ауырып 2 күнде жүрдім. 2 күннен кейін осы Веда компаниясының массажистары осы BEM массажерін қолдануды ұсынды. Перчаткамен қолданып ол кісілер жасаған кезде менде сөзбен айту мүмкін емес, керемет сезім болып, 2 күнде менің арқамның суық кеткені лезде кетті. Сондықтан да бұл массажерді мен өзіме қолданып көрдім. Керемет сезім. Енді мен сіздерге қолдану тәсілін көрсетейін. Ең бірінші лазер, ең оңайы. Бұны біз BEM массажерін қосамыз. Қосқаннан кейін қандай функция керек, соны таңдаймыз. Қазір мен сіздерге көрсетейін. 2. Міне осындай қызыл түс жанды. Қызыл түс жанған кезде бұл біздің мұрын қуысын емдейміз. Осылай отырып, балалардың мұрын боқтары аққан кезде тез емдеп береді. Тамағымызды, құлағымызды және құлақ, мұрын, тамақ ол өте жақсы. Лор дәрігерге бармай-ақ, сіз үй жағдайда емдеп ала аласыз. Келесі, бұл бізде мен көп көрсеңіздер, патчемен уже қосып қойдым. Оның импульстік массаж дыр деп өзіне етеді. Вакуумдық массаж бар. Мен мұна импульсный массаждың перчатки киіп алып та жасаймын. Оны қолыма перчаткиін киіп аламын. Сосын тоқ қыстырамын тоққа. Сосын мұна бет әлпетімді подтягивающий өзім
бетіме және ішімді, денемді, қай жерім ауырып тұр, сол жерлерімді қан айналымын жақсартады. Бұл перчатки арқылы тоқ жүреді. Тоқ жүрген кезде бүкіл ағзаларымыздың қан айналымы жақсарады. Келесі мен вакуумды көрсеткім келеді. Бұл бізде, бұл жерде тек қана банка қоямыз ғой, сол сияқты емдейді. Сонымен қатар бұл жылытады, ыстық прям келтіреді. Ол үшін вакуумды таңдаймыз және температураны көтереміз. Неғұрлым көп тұрса, температура мен уже денемді қыздырып жатыр. Ол өзі тұрады. Сондықтан орны қалып қойды. Бұл жерде вакуумдық банка, вакуумдық лечение болады, сіздерге емдік қасиеті болады.